Баршаңызға сәлем, менің есімім Эльмира, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 3 түрлі дәмді, әдемі, пайдалы компот жабатын боламыз. Бұл компот өзіміздің бақшада терілген жемістерден жасалған. Видеоны соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар. Бұл компотты мохито деп те атайды. Жасалу жолы өте оңай, әрі тез. Компот деген сөздің мағынасы меніңше жаз айының жемістерін, пайдасын, дәмін қыс уақытқа сақтап қалдырып қою деген мағынаны білдіреді. Бізге қажет заттар ең алдымен банкының қақпағы, закрывашка, яғни жапқыш, және сіз қалаған кез келген жемістің түрлері. Ең алдымен жемістерімізді жуып, тазалап, жақсылап, сүйегін алу керек болса алып, турап, дайындап аламыз. Және банкымызды және қақпағын стерилдеп аламыз ыстық суға. 2 литр банкіге 500-600 грамм шамасында жеміс жидек және жалбыз салатын боламын. Шекеріміз шамасында 250-300 граммдай болады. Сіздер өз қалауларыңызша шекерін немесе жеміс жидектерін аз немесе көп салсаңыздар болады. Біз осылай жасаймыз. Тәттілеу болып кетсе, біз қыстың күні қайнаған су немесе аквафордың суын араластырып ішеміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қақпағын жақсылап жауып, банканы жатқызып, шекері толық ерігенше қозғап тұруды ұмытпаңыз. Банканы төңкеріп қойыңыз одан кейін. Ескеретін жайт, жеміс жидегіңіз таза, ашымаған, бүлінбеген болу керек. Сонда банкыңыз атылып кетпейді, жақсы сақталатын болады. Менде шие көбірек болғаннан кейін шиемен алхороны араластырып бөлек жаптым, және шиемен өрікті араластырып жаптым. Шиенің өзінде жалбыз, апельсин қосып бөлек жаптым. Егер сізде таразы болмаса, ешқандай уайымдамаңыз. Бұл жерде ешқандай артық кем қиындығы жоқ, ешқандай. Көз мөлшерімен барлығын сала берсеңіз болады. Шамасы жарты банкідей жеміс жидегін салсаңыз, кішкене стаканмен 2 стакан шекер салсаңыз жеткілікті. Тағы бір ескеретін жайт, банкыңыз бен қақпағыңыз өте таза болу керек. Алдын ала жуып алып, одан кейін қайнаған ыстық сумен стерилдеу керек. Және қақпағыңызды ыдысқа, кез келген ыдысқа салып қайнатсаңыз, банкаңыз ешқандай атылмайтын болады. Видеода байқағандарыңыздай, мен 2 түрлі қақпақпен қолдандым. Бірі закрывашкамен жабылатын, екіншісі бұралып жабылатын. Екеуі де ешқандай атылмайды. Мен көбінесе компотқа 2 немесе 3 литрлік банкілерді пайдаланамын. 3 литрлік банкіге 2 литрлік банкіден қарағанда көбірек жеміс, көбірек шекер салатын боламын. Бізге жеміс жидегі көбірек болғаны ұнайды. Сіз өз қалауыңызша жеміс жидегіңіздің көлеміне қарай салсаңыз болады. Мен описаниясына қанша литрге қанша жеміс жидегін, шекерін салатынын толығымен жазып кетемін. Алдағы уақытта бұйырса, мезгіліне қарай басқа да жеміс жидектерден компот және варенье, джем жасайтын боламын. Қыс уақытысына қалай мұздатқышқа салып, сақтап қоюды көрсететін боламын. Қыстың қамын жаз ойла деп, қысқа осылай қамданамыз. Менің каналыма тіркеліп, және осы видеоның астына өз ұсыныс пікірлеріңізді қалдырып, және де өзіңізге ұнаған компоттың рецепттерін жазып кетсеңіздер болады. Және қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Эльмира.